Қайырлы күн достар. Бүгін біз пирожки жасайтын боламыз. Оған 200 грамм сүт, 200 грамм су, жылы. Екеуін араластырып қойдым. Жиырма грамм дрожжи, 10 грамм шекер, 10 грамм тұз. Сосын 2 жұмыртқа керек болады. Сосын 40 грамм сары май қоямыз. Осыны былғап аламыз әбден. Барлығы жылы болу керек. Жұмыртқа да, сүт те, су да, май да. Енді 800 грамм ұн қосамыз. 800-900 грамм. Тихо. Араластырамыз енді. Осындай жұмсақ қылып қамыр басамыз. Бетіне сұйық май жағамыз. Бетін жауып, осылай жарты сағатқа қоямыз. Пирожкидің начинкісіне 2 жуан алып, ұсақтап турап аламыз. Міне біз ішек қарынды пісіріп алып, мясорубкіден өткізіп, осылай дайындап алдық. Соған жуамызды қосамыз. Шамалы қара бұрыш қосамыз. Шамалы тұз қосамыз. Енді осыны жуаны қолмен езіп аламыз. Өлтіріп, соғын шығарып. Жуаны табаға қуырып алсаңыз да болады. Осылай мен сияқты істесеңіздер де болады. Пирожкидің начинкасы дайын болды.
қыздар, міне тестіміз дайын болды көтеріліп. Енді пирожки жасаймыз.